қараңыздар, іштері қақпас болған. Мынандай жерлерді әтеге жумай жүріп, қазір көрсетемін. Лимонный кислота саламыз и қайнатамыз. Сөзеті таза болып. Қараңыздар, қайнады. Ужина жағында қақтар кетіп қалған. Көрдіңіздер ме? Енді бір шай алсақ та таза болады. Кәдімгі сумен шай алсақ. Әжекеміз шықтық. Ет алуға. Астына түсіп көрейік. Дүкен жақын өзі? Иә, жақын. Әжекеміз магазинге бар келдік. Заттарды қалдырып, енді мен шығып бара жатырмын жұмыстарыммен. Нұреке көріп қойыңызшы. Нұреке? Бір көріңізші. Энкалайфты бар ғой? Ауыстырып сағып аламын. Энкалайфты сағып аламын. Әні жұқын қиып қа қой жүреді. Энкалайфтың просмотры көбейіп жатыр екен. Күнде 1000 адам. Қанша? 1000. Таксиде отырмын. Адам сауда орталығына біздің күтеміз бара жатырмын. Энкалайфтың кешегі видеосын монтаждап біттім. Алла қаласа оны ертең YouTube каналға салатын боламын. Яғни Энкалайф бізде бір күн кешігіп шығып отырады. То есть бүгін 21 болса, бүгін 20-шы күнгі видео шығады. Видеосын монтаждап қойдым. Үйге барып кешкісін жүктейтін боламын. Сникерс тортының рецептісін Сүпергеншектің каналына салу керек болған. Бірақ білесіздер ме, Энкалайфтың каналының видеосы тез монтаждалады да, и күнде салуға тырысып жүрмін. Сүпергеншектің каналында что-то білмеймін. Видео тым ұзақ болғаннан кейін ба, мысалы, Сникерс тортының видеосы 1 сағаттан асады екен да. Оны монтаждап примерно 10-15 минут қылу керек. Соған әлі монтаждауға шабытым болмай жүр. Бастап қоям, қайтадан ортасына тоқтап қалады. Енді соны қазір мүмкін монтаждап үлгеріп бітіп қоям, білмеймін, енді көреміз. Қазір монтаждаған. Білесіздер ме, машинада монтаж жасаған ұнайды. Үнемі таксиде, машинада немесе біреуді күткенде, жолда монтаждаймын ғой, көбінде. Адамге келдім уже. Біздің адамды бутиктеріміз бар, білесіздер. Алдында влогтарда көрсеткен болатынмын. Сникерс тортын монтаждадым. Крем біттім. Енді тортты құрастырып, бетіне ганаш құямыз, сонымен аяқтаймын монтажды. Ура! Онымен еще монтаж аяқталмайды. Бірінші соткадан монтажды жасап біткеннен кейін, одан кейін компьютерге салып, тағы бір-екі нәрселерін қосу керекпін да. Содан кейін барып YouTube каналға шығарам. Алла қаласа ниет етіп отырмын бүгін шығарғанға. Бүгін шығарсам вообще күшті болар еді. Омарды әжеге қалдырып кеттім. Әже бар кезде әжеге қалдырып кетіп, сөйтіп жүрмін. Альхамдулилля, айтпесе, Омар күнде менімен бірге, 24 сағат менімен бірге, Адамге де менімен бірге келетін. Қазір демалып жатыр үйде. Мен прям сары цветті қатты жақсы көрмеймін. Ақ цветті қатты жақсы көрем. Но киімдерден сары әдемі көрінеді кейбіреулер. Но ақ ұнайды. Ақ киім жоқ болады да көбінде. Сосын сары придется. Бүкіл адам маған қарап тұр. Мен соткамен видео түсіріп бара жатырмын. Что творит народ? Адамдегі жұмыстарымды бітіріп, енді кетіп бара жатырмын маталуға. То есть мата сататын жаққа барам. Бүгін тігіншімен кездесуім керек еді. Соған бара жатырмын. Барлығын бітіріп үйге келе жатырмын. Тамақ жасап жатырмыз. Соған тест алдым и өзіме коктейль чудо. Уже кеш болып кеттік адам. Шоу
размері үлкен, качествосы күшті. Әжеге сыйлыққа. Сақтамақсың, бұл өздерің дүкендердің алдында ма? Жоқ. Үйге келдім. Қазір Энкалайфтың видеосын саламын ба деп ойлап отырамын. Уже загрузка жасап, сникерстердің монтажын аяқтауым керек, әлі аяқтаған жоқпын. Но одан бұрын қазір мен картоп сәбісінен ашып тамақ жасау керекпін. Бізде бүгін бешбармақ ана кісі іске қосылады. Астаумен тамақ ішетін боламыз. Бүгін бір өзі қызық күн болды да. Адамде бір оқырманымды көріп қалдым бутикте. Одан кейін тағы Маталыға барған кезде тағы бір оқырманымды көрдім. Одан кейін такси ұстап үйге келетін кезде тағы бір оқырманымды көрдім. Бүгін тек қана оқырмандарды көретін күн болды. Ютубтағы, Инстаграмдағы оқырмандарды. Мында Нұрекең жұмыс жасап отыр. Короче, қызға айтайын ба қыздар? Мышка на столдың үстінде жұмыс жасамайды да, сондықтан қабырғаға қойып осылай жұмыс жасап отыр. Екеуміз Еталға барған кезде асқабақ алған болатынбыз, кішкентай соның жартысын қостым. Міне сәбіз қостым. Астына қандатып қойғаным қазір. Жай қайнай берсін. Жай қайнап отыр. Біздің Омар отырып үйренді. Я? Омартай отырып үйрендің бе? Біздің Омартай отырып үйреніп алды. Ұзақ уақыт отыратын болды, қыламайды енді ол. Тұздығым дайын. Қамырым қайнап жатыр. Пішпсе. Ура, мамамыз қазір шықсы. Асымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Алыңыздар әке. Адайдың күйін қос музыканы. Тұра тұрың. Ана комнатаның пердесін жуып алып қойдым, өтпақшы. Жуып алып қойдым. Адайдың күйін қосып жіберем ба? Bismillahirrahmanirrahim. Бір айналып келмедіңіз ба? Қарны ашып шыға екен. Иә, болды. Екі жылдай сол жатыр. Күшті ән айтып жатыр, өлмейтіндер деген. Қыздар қалай қар құйып жаптырған. Прям басып қалды ғой. Аздаған уақыттың ішінде. Мен әр жердегі шыттарды ағыстырып алып тастағам. Жууға қойдым да, сосын алып тастағам. Қараңыздар. Нана түсіріп қоя салуға болады. Бірақ қар деген прям күшті болып тұр. Қыздар, бүгінгі влогта менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға қайырлы түн, Аллахтың тыныштығын берсін. Енді осымен, иншаллах, Аллах бұйыртқан күнге дейін сіздермен бірге күнде сіздер видеоға осылай влогқа шығып тұруға уәде беремін. Энкалайф, баршаңызға қайырлы түн. Омартай ұйқысынан тұрып алды. Соны сүт беріп, енді ұйықтаттым. Ұйықтап жатырмыз енді. Ана деген бақыт, түн ұйқысын тұрып беретін, альхамдулилlah, Аллаға шүкір. Аллах баршаңызға түн тыныштығын берсін.